облыс тұрғындарының 80% ауылдық жерде тұрады. Оларды тұрақты жұмыспен және жалақымен қамтамасыз етуіміз керек. Мемлекет басшысының негізгі талабы ашықтық, әділдік және қол жетімділік. Осы принцип негізінде Қорғас және Нұр жолы кеден бекеттерінің жұмысы реттеліп, бюджет түсімі артады. Қазір онда ведомствоаралық комиссия жұмыс істеп жатыр. Облыста 57 мың адам тұрғын үй кезегінде тұр. Олардың басым бөлігі тұрмысы төмен топтың өкілдері. Сондықтан тұрғын үй салу көлемін артыруымыз қажет. Бұл жергілікті басқару органдарының басты бағыты болу тиіс. Осының бәрін іске асыру үшін бізге ең алдымен бірлік пен бейбітшілік керек. Онсыз өңірге инвесторларды тарту мүмкін емес ағайын. Әлеуметтік саяси жағдайы тұрақсыз жерге ешбір кәсіпкер қаражатын салмайды. Қоғамдық тұрақтылықты сақтауға әр азамат мүдделі болу керек.